Мынаны түсінбей тұрып, YouTube бастама. Көп адам YouTube'қа былай кіреді. Мен видео салам, адамдар өздері көреді. Бірақ YouTube былай жұмыс істемейді. YouTube'та сен жай ғана видео салмайсың. Сен адамның назарын, уақытын және қызығушылығын женуің керек. Адам сен видеоңды көрмей тұрып, алдымен бір сұрақ қояды. Маған бұл видео не үшін керек? Егер сен тақырыбын түсініксіз болса, видео өтпейді. Превью әлсіз болса, видео өтпейді. Алғашқы 3 секунд қызық болмаса, видео өтпейді. Сосын сен ойлайсың, алгоритм маған просмотр бермейді деп. Жоқ, көп жағдайда проблема алгоритмда емес. Проблема адамға видеоның құндылығы бірден түсінікті болмағанында. YouTube'та жеңетін адам ең әдемі сөйлейтін адам емес, ең қымбат камерасы бар адамда емес. YouTube'та жеңетін адам көрерменнің не қалайтынын түсінетін адам. Оның қорқынышын, қызығушылығын, проблемасын, арманын. Сондықтан канал ашпас бұрын өзінен сұра. Мен кімге видео түсіріп жатырмын? Ол адамға бұл не үшін маңызды? Неге ол дәл қазір осы видеоны көру керек? Осыны түсінсең, YouTube сен үшін мүмкіндік. Түсінбесең, жай ғана уақыт жоғалтасың.